Барлығына сәлем. Бүгін мен балаларда жиі кездесетін жұқпалы аурулардың бір түрі жедел респираторлы вирусты инфекциялар жайлы айтатын боламын. Жалпы бұл студенттерге арналған және де егер де ата-аналар көріп жатса, танымдық мақсатта көруге болады. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, емдеу бойынша, дәрі-дәрмектер бойынша өзіңіздің дәрігеріңізге, педиатрға барғаныңыз дұрыс. Танымдық мақсатында танысып алуға кеңес беремін. Жалпы жедел респираторлы вирустық инфекциялар ЖРВИ немесе ОРВИ деп те атайды. Грипп, тұмау көбінесе күз, көктем айларында балаларда жиі кездеседі, жасөспірімдерде де, ересектерде де жиі кездесетін вирустық ауру болып табылады. Вирустық ауру дегеніміз, яғни қоздырғышысы вирустар арқылы таралатын аурудың түрі. Жалпы ОРВИ, ЖРВИ ауа тамшылау жолымен берілетін және тыныс алу жолдары, респираторлық жолдарын сілемейлі қабығын зақымдаумен қоса жүретін тұмау, парагрипп, аденовирустар және респираторлы синусоидалық вирустар тудыратын жұқпалылығы жоғары аурулардың тобын құрайды. Тыныс алу жолдарын біз респираторды жол деп атаймыз. 2020 жылғы статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстанда 14 жасқа дейінгі балалардың 63% ЖРВИмен ауырған. Балалар не үшін бір-бірінен ОРВИді, ЖРВИді жұқтырып алады? Өйткені олар мысалы ойын алаңдарында бір ойыншықпен ойнайды, немесе балабақшада, мектепте бір-бірімен түшкірген кезде, сөйлеген кезде ауа тамшылары арқылы ОРВИдің вирустары, клеткалары ауаға таралайды. Жедел респираторлы вирусты инфекция ауа тамшылау жолымен беріледі. Әртүрлі вирустардан туындайтын және безгекпен, интоксикациямен, тыныс алу жолдарының әртүрлі бөліктерін зақымдаумен және жоғарғы жұққыштықпен сипатталатын аурудың тобы. Тұмау интоксикациямен және трахеиттің басымдығымен жоғарғы тыныс алу жолдарының шырышты қабығын зақымдануымен сипатталатын жедел вирустық инфекция. Жалпы ОРВИдің жіктемесі ол этиологиясы бойынша, яғни пайда болу себебіне байланысты миксовирустар, АБЦ тобының вирустары, парагрипп вирустары, респираторлы синусоидалық вирустар, аденовирустар, пикоронавирустар, риновирустар, коронавирустар, реовирустардың әсерінен пайда болады. Ауырлық дәрежесі бойынша жеңіл, орташа және ауыр түрлеріне бөлінеді. Клиникасы бойынша типтік және атиптік. Типтік дегеніміз клиникалық белгілері классикалық түрде ОРВИға ұқсайды. Атиптік клиникалық белгілері басқаша түрде басталады. Қазір төмен келесі бөлімдерде біз типтік және тип клиникасын айтатын боламыз. Сол кезде типтік белгілерін түсінетін боласыздар. Ағымы бойынша асқынған және асқынбаған. Көбінесе балаларда ОРВИ ескерді асқынатын болса, екіншілік инфекцияның қосылуы немесе бактериялық инфекцияның қосылуы байқалады. Көбінесе асқынуы балалардың егерде жаңа шала туған балаларда, жаңа туған балаларда немесе басқа да созылмалы аурулары бар балаларда жиі кездеседі, және де анемиясы бар балаларда, дұрыс тамақтанбайтын балаларда, немесе уақытында емдеу шаралары дұрыс көрсетілмейтін болса, асқынулары кездесуі мүмкін. Диагностикасы, яғни диагностикасында ең бірінші біз шағымдарына көңіл аударуымыз керек. Бұл шағымдары дене температурасының көтерілуі, 37-38 градусқа дейін көтерілуі, жөтел құрғақ болып басталуы мүмкін, мұрынның бітіп қалуы, мұрынмен тыныс алудың бұзылуы, түшкірік, мұрыннан шырыштық бөлінуі, бастың ауруы, әлсіздік, босаңдық, сырқаттану, құрғақ жөтел, кеуденің жыбырлауы, лимфатиндердің ұлғаюы, көзінен жас ағу, дененің қатты ауырсынуы байқалуы мүмкін. Жалпы яғни интоксикацияның белгілерін байқаймыз тұмау ОРВИ кезінде. Тұмау мен ОРВИдің аурулықтары бойынша, яғни интоксикация симптомдарының айқындығы бойынша жеңіл, орташа, ауыр дәреже деп бөлінеді. Жеңіл дәрежесінде интоксикация айқын көрінбейді. Дене температурасы 38 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Орташа дәрежеде интоксикация симптомдары және дене температурасы көтеріледі 38-39 градусқа дейін. Ауырлық дәрежесінде өте айқын интоксикация, интоксикация дегеніміз жаңағы айтқан жөтел, бастың ауруы, әлсіздік, тәбетінің болмауының айқын белгілері көрінеді.
Так, ауыр дәрежесінде дене температурасы 39-дан жоғары болады, бастың қатты ауруы, бүкіл дененің сырқырауы, ұйқысыздық, сандырақ, тәбеттің болмауы, жүректің айнуы, құсу, менингиттің симптомдары да болуы мүмкін. Кейде энцефалит симптомдарына да ұқсайтын болады, ауыр дәрежелерінде ғана. Бірақтан көбінесе балаларда егерде қосымша созылмалы аурулары болмаса, жалпы жағдайы орташа қалыпта болатын болса, жеңіл және орташа дәрежеде кездеседі. Ауыр жағдайлары көп кездесе бермейді. Тыныс жетіспеуінің ауырлық дәрежелеріне байланысты бірінші дәрежелі компенсация, тыныс алу жиілігі, инспираторлық жоғарғы обструкция кезінде, экспираторлық төменгі обструкция кезеңінде демікпе, тахикардия және артериялық қысымның көтерілуі, дем алу және дем шығарудың арасында қатынастардың бұзылуынсыз демікпе болуы мүмкін. Екінші дәреже субкомпенсация, цианоз, тыныс алу үрдісіне көмекші бұлшықеттердің қосылуы. Үшінші дәрежелі декомпенсация, айқын демікпе, брадипноя, тыныс алу қозғалыстарының аритмиясы, көмекші бұлшықеттердің айқын қатысуы, өте айқын тахикардия, артериялық қысымның төмендеуі, жалпы цианоз немесе терінің жалпы бозаруы және мәрмәрлігі тұрғысынан акроцианоз. Осы тұрғыда сана қарайған құрысу ұстамалар болуы мүмкін. Төртінші дәреже гипоксиялық кома, тыныс алу сирек, өксіп тыныс алады, ішінара апноэ, терінің топырақ түстес сумен жайылған цианоз немесе өте айқын акроцианоз, артериялық қысым 0-ге дейін түседі. Тыныс алу орталығы жылдам ауырлайды. Жалпы тахикардия, цианоз, демікпе көбікті қақырық бөлінеді. Яғни егерде тұмаудың барысында, ЖРВИ-дің барысында тыныс алу жеткіліксіздері байқалуы мүмкін. Тыныс алу жеткіліксіздігіне байланысты бөлінген классификация болып табылады мұнда. Енді егерде жоғарыдағы айтып отырған симптомдарды байқайтын болсаңыз, ата-ана болатын болсаңыз немесе баланың заңды өкілі ретінде жергілікті емханаға барып, келесі анализдерді тапсырсаңыз болады. Жалпы қан анализі, лейкопения, яғни лейкоциттерінің кішкене жоғарылауын байқаймыз, нейтрофилоз және лимфоцитоз. Бұл қабынуларының белгілерін көрсетеді. Және де флуоресцентті антиденелер әдісі, ЖРВИ тұмау вирустарының антигендерін анықтау. ПЦР қосымша жасауға болады. ПЦРді көбінесе бізді коронавирус кезінде жасады, бірақ қазіргі таңда да ОРВИ немесе тұмау кезінде ПЦРді жасауға болады. Дәріханалардың өзінде экспресс тесттер де бар. Жасап көруге ОРВИ немесе тұмау екенін көруге анықталған. Егерде асқынулары болатын болса, геморрагиялық синдром кезінде колограмма, ликвор анализі болу енді менингит немесе энцефалитке күдік болған кезде, яғни жарықтан қорқу, интоксикация, айқын болуы, құсу бірнеше рет, денелерінің құрысуы, мойын бұлшықеттерінің құрысуы кезінде ликвор анализі жасалады. Пульсоксиметрия, яғни сатурациясын өлшейміз, тыныс жеткіліксіздік кезінде көрінеді. Бұл артериялық қан қысымы оттегісін гемоглобинмен қанығуын көрсетеді 1 минут ішінде. Соның және де пульс соққыларының жиілігін өлшейді. Кеуде қуысынан үйренгені пневмония симптомдары болған кезде, яғни кеуде қуысында ауырсыну, дәрі-дәрмек, яғни температураның 1 аптадан жоғары көтерілуі, жүргізіліп жатқан емге қарамастан айқын жөтел, сырылдардың пайда болуы кезінде рентген жүргізіледі. Емдеу тактикасы балаларда ОРВИ кезінде негізінен жаңа туған балаларда және 5 жасқа дейінгі балаларда ОРВИ белгілері болатын болса, өзіңіздің дәрігеріңізге барып көріну керек болады. Ал егер 5 жастан жоғарғы балаларды үй жағдайында немесе егер жеңіл дәрежеде болатын болса, үй жағдайында ем жүргізуге болады. Ал егер күмәнданып жататын болсаңыз, онда өзіңіздің жергілікті учаскелік дәрігеріңіздің қабылдауына немесе фильтр кабинетке жүгіне аласыз. Ең алдымен ОРВИ-ді емдеу кезінде бұл вирустық ауру болғандықтан көбінесе жеңіл және орташа дәрежелерінде көп су ішу керек болып табылады. Ол жиі су ішу
ол арқылы жөтелді азайтуға болады. Және де үйді желдетіп отыру керек жақсы. Тамақтың ауруын жеңілдету үшін жылы су ішу керек. Егерде жылы су ішпейтін болса, бала сүт беруге болады, аз-аздан кішкене. Жылы сүттерді жиі емізіп отыру үшін мұрынды жиі тазалау қажет. Және тамақтан алдын, ұйықтар алдын мұрынды жай сумен жуып алуға болады. Немесе мұрынға тұз, натрий хлор ерітіндісі немесе морская соль ерітінділерін тамызуға болады. Сонымен қатар 5 жасқа дейінгі баланың анасы немесе күтуші медициналық мекемеге шұғыл келу белгілерін үйрету қажет. Ол дегеніміз бала іше немесе емшек сүтін еме алмай қалады, баланың жай-күйі нашарлайды, температурасы төмендемейді, жиі демалудың қиындауы. Дәрі-дәрмекпен емдеу. Дәрі-дәрмекпен емдеуді өзіңіздің дәрігеріңізбен ақылдасып отырып тағайындау керек. Ол кезінде температура 38-ден жоғары болатын аз жоғарынан болса, яғни температураны түсіру мақсатында. Бірақтан кейде балаларда 37 немесе 37,5 температура кезінде өздерін жақсы сезінеді, ойнап жүреді, тәбеті бұзылмайды. Ондай жағдайларда болса, дәрі берудің аса қажеттілігі жоқ. Егерде 38 жоғары және бала әлсірейді, тәбеті болмайды, мазасызданатын болса, дәрі беру керек болады. Ол кезінде парацетамол немесе ибупрофен баланың аллергиясы болмайтын болса беруге болады. Яғни парацетамол, ибупрофенді өзінің баланың дене салмағына қарай есептеп беру керек. Балаға парацетамол 5-15 миллиграмм на килограмм, мысалға баланың салмағы 5 килограмм болатын болса, парацетамолды 50 миллиграммға дейін беруге болады, ал ибупрофенді 25 миллиграммға дейін беруге болады. Парацетамолды 4 сағат интервалдан беру керек. Интервалмен 3 күннен артық емес, ауыз арқылы немесе тік ішекке. Ибупрофенді 5 миллиграмм килограмм дозасында тәулігіне 3 реттен артық емес, ауыз арқылы немесе тік ішек арқылы. Бактериялық асқынуы дамыған жағдайда бактерияға қарсы препараттарды беру керек. Оны бірақтан өзіңіздің дәрігеріңіз тағайындайды, яғни симптомдарына, қандай бактерияның қоздырғыштың түріне қарай. Егерде көбінесе балаларда ОРВИ болған кезде сонымен қатар тамақтың ауруы, жұтқыншақтың стенозы болуы мүмкін. Ол кезде будесонитпен ингаляция жасауға болады, 2 мл физиология ерітіндімен. Барлық будесонит ерітінділерін дәрігердің тағайындауынан кейін қабылдау керек. Обструктивті синдром басталған кезде дозаланған аэрозолды ингаляторды спейсер арқылы сальбутамол ингаляция беріледі. Жалпы ОРВИ-дің жазылуы 7 күнге дейін болуы мүмкін балаларда. Алғашқы күндері интоксикация айқын көрінеді, кейінгі күндері жай ғана жөтел, мұрнынан бөліненің, шашты бөліненің қалуы мүмкін. Сонымен қатар 7 күннен кейінде бірақтан балаға бәрібір мұрнын тазалап отыру керек, сапалы тамақтандыруды беру керек. Жалпы жиі таза ауада серуендеу. Аурудың алғашқы күндері ғана төсек жағдайында, үй жағдайында болуы керек болады.